Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін голубцы жасайтын боламын. Видеоны қарап менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Барлық заттар тізімін описание бөліміне жазып қоямын. Сол жерден қарап көріңіздер. Ең алдымен қазанымызға етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Сорпасын дайындауға. Екі жағын қызартып алғаннан кейін пиязымызды салатын боламыз. Пиязымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Қуырып болғаннан кейін сәбізімізді салып, кәдімгі сорпаның күнделікті жасап жүрген тағамыз сияқты, бұны да солай қуыра береміз. Екі-үш минуттай қуырып болғаннан кейін помидорымызды салатын боламыз. Екі-үш минут бұны да қуырып алғаннан кейін картошкамызды сала береміз. Картошкамыз сап болғаннан кейін томат, тұз, перец салып, жақсылап араластырып, суын құйып, орташа отқа қойып қоямыз, қайнағанша. Перецімізді, фаршымыз дайындап болғанша суымыз қайнап дайын тұрады. Бетін жауып қоя тұрамыз. Енді фаршымыз дайындап аламыз. Фаршымызға осылай блендердің көмегімен пияз сәбіздерімізді өткізіп алдым. Барлығын майдалап турасаңыздар да болады. Осылай өткізіп барлығын фаршқа салатын боламыз. Дәміне қарай тұз бұрышымызды салып, жарты пиалай күріш салатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып, перецімізге сала береміз. Осылай оңай әрі тез дайындалатын тағамның түрі, әрі тойымды жасап көріңіздер. Ашып жуып дайын тұрған перецімізге осылай нығыздамай саламыз. Күріш піспегендіктен өзі ісініп, перецінің ішінде пісетін болады. Немесе ыстық суға салып қойсаңыздар да болады күрішті. Осылай барлығын салып, дайындап болғаннан кейін қазанымызға сала береміз. Менің арнамда бұдан да басқа ыстық тағамдар, салаттар, пирожнылар бар, кіріп көріңіздер. Осылай барлығын толтырып салып болғаннан кейін қайнап тұрған қазанымызға сорпамыздың үстіне сала беретін боламыз. Менің арнама тіркелмесеңіздер, подписаться батырмасын басып тіркеліп қойыңыздар. Лайк басып, комментарий бөліміне өзіңіздің пікіріңізді жазып кетіңіз. Әрбір лайктарыңыз, комментарийларыңыз менің қазақша арнамның дамуына үлкен үлесін тигізеді. Осылай барлығын салып болдым. Енді қақпағын жауып, жарты сағатқа, 1 сағатқа піскенше бетін жауып, орташа отта қайнататын боламыз. Осылай оңай әрі тез дайын болатын тағамның түрі. Баршаңызға ас болсын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Келесі видеоларда кездескенше сау саламатта болыңыздар.